Бәріңе сәлем, Лакшми сериалында басты рөлді сомдаған Айшпария Харенің өмірі туралы айтамыз, сондықтан лүпіл басып, пікір жазып, арнаға тіркеліп кетіңіздер. Айшпария Харе Мадхья-Прадеш штатының Бхопал қаласынан шыққан. Ол сұлулық байқауының жеңімпазы және театр әртісі. 1995 жылы 17 сәуірде өмірге келген, ата-анасы бар, толық отбасы. Үнді актрисасы Айшпария Харе 17 жасында Мадхья-Прадеш аруы байқауын жеңіп алды. Сонымен қатар Үндістан аруы байқауына қатысуға дайын болды, бірақ жасына байланысты іріктеуден өте алмады. Әулие Тереза Бхопал атындағы қыздар орта мектебінде оқыған. Айшпария Харе 2 жыл Шандархас Тивариде актерлық өнерді оқыды, бірақ Мумбайға көшіп, Медибай колледжінде медиа курсына оқуға түсті. Айшпария Харенің ата-анасы да шоу-бизнес саласында жұмыс істейді. Айшпарияның анасы Шупра Харе Бхопалдағы радио жокей, ал әкесі Раби Харе танымал әнші. Көптеген актрисалар сияқты Айшпария Харе мансабын модель ретінде бастады. Сонымен қатар театр суретші болып жұмыс істеді. Көп ұзамай ол Я Шади Хай Я Сауда телехикаясында дебют жасады. 2016 жылы Бишкания сериалына түсуі оған танымалдыға келді. Бір сұхбатында менің армандарым орындалып жатыр дейді Айшпария Харе. Қазіргі таңда Лакшми сериалында басты рөлді сомдайды. Бұл персонаж Айшпария үшін бар талантын көрсетуге мүмкіндік сыйлады. Енді Айшпария Харе туралы қызықты деректерді айтайық. Музыка менің өмірім, мен құлаққапсыз өмір сүре алмаймын. Мен инстаграмға тәуелдім және суреттерімді жүктегенді ұнатамын. Айта кетейік, оның инстаграм парақшасында 900 мыңнан астам оқырман бар. Мен кәсіби катхақ бишісімін. Мен йоганы жақсы көремін. Спортзалға барудың немесе спортпен шұғылданудың орнына мен йогамен айналысқанды ұнатамын. Мен кітаптарды суретке түсіріп, оларды естелік ретінде жинағанды жақсы көремін. Айшпария Харенің қысқада нұсқа өмірі осында. Егер видео ұнаған болса, лүпіл басып, пікір жазып, арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Алда кім туралы қандай видео шығарайық, комментарий алаңына жаза кетіңіздер.